Bir ana өзінің баласына жылап жатыр дейді. Балам, балажаным, сені 9 ай көтердім, бірақ еш қиыншылықты сезбегенмін. Қанша қиыншылықтар болды, бірақ сезген емеспін. Сені дүниеге келтіретін кезде маған, сен бұл баланы туатынсаң өліп қаласың деп айтып еді. Сонда мейлі. Мен ғой 5-6 күн өмір сүрдім. Енді балам да 5-6 күн өмір сүрсін. Мен өлуге разымын. Бірақ баламның өмірін Алла ұзақ қыл деп сені дүниеге келтірдім. Көзімді ашып қарасам, қып-қызыл ет, сен жылап тұрсың. Сені құшағыма алып, саған өзімнің аналық сүтімді бергенмін. Сонда бір өлімге бас тігіп, сені дүниеге әкелдім. Сені емізген уақытымда Аллахтан сондай бір жалынып, жалбарынып сұрайтын, Аллахым, осы баламды ауыртпағын, өсірген, өндірген деп көп дұға қылатынмын. Алхамдулилла, Аллах сенің өміріңді ұзақ қылсын. Сен мектепке барған уақытта менен бақытты адам болған жоқ. Дұрыс, енді қазір барлығы бар ғой, бірақ сол кезде саған кигізген ақ көйлегім, қара шалбарым әлі осы күнге шейін есімнен кетпейді. Сені киіндіріп мектепке алып бардым. Сен мектепте оқыдың. Сен 10 жыл оқыдың. 10 жылыңда мен саған көп дұға қылдым. Балам, енді жан бар жерде қаза бар. Бұл дүние уақытынша екен. Менің де өтер уақытым кеп қалды-ау. Бірақ білесің бе, ертең мен өлсем, мені сондай бір жерге апарасың. Ол есігі жоқ, тесігі жоқ болған мұздай қабірге. Мен саған иненің кіруінде қалаған емеспін. Сені шамалдатудан қорқып Аллахтан сұрағанмын мен. Бірақ білесің бе, сен мені мұздай жерге апарып қоясың. Ол жерде көрпе жоқ, жастық жоқ, шырақ жоқ. Сонда бір қараңғы жерге мені тастап кетуге сенің жүрегің шыдайды ма? Бала шыдай алмастан, анашым, өйтіп айтпаш, не істеймін? Бұл ақыр Аллахтың тақдыры ғой. Барлық адам осындай жерге жайғасады ғой. Мен не істеуім керек? Не істей алам десе, балам, дұрыс білем. Ол жердің жарығын мен саған айтайын. Ол жердің жарығы Мүлік сүресі. Сен дайынсың ба? А'уду биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Мүлік сүресі, қабірдің жарығы. Балам, дайынсың ба? Жан бар жерде қаза бар. Бәрімізге бір өлім хақ. Осы Садуғас қарағамыздың анасына, Қажы апамызға мен хадым Құран түсіріп, о кісіге дұға қылдым. Әлбетте арқасынан қари баласы бар, молда баласы бар. Алла қабірін жарық қылсын. Біздің әр қайсымызда ата-ана бар. Әр қайсымызда ата-ана бар. Сол ата-ананың тірілік күнінде қызметін қылып, өлгеннен кейін арқасынан дұға қылып тұруды Аллах бізге нәсіп етсін. Мені келіп отырсыз ағайын, біреуіңіздің ата-анаңыз бар шығар, Аллах өмірін ұсақ денін сауғысын. Бірақ біреуіңіздің ата-анаңыз өткен, тірілік күнінде жақсылық қыла алмадыңыз, қызметін қыла алмадыңыз. Неше түрлі ауру сөз айтып қойдыңыз, неше түрлі қабағыңызды салып отырдыңыз, оның жүрегін ауыртып қойдыңыз. Бірақ енді олар қабірде.
Оларға не жақсылық қылдыңыз? Не жақсылық қылып жатырмыз? Allah Subhanahu wa Ta'ala ata-analarımızla ötkenden öz rahmetine alsın. Tiri ata-analarımızın ömür yaşını uzaq, deni sağ olsun. Onlarga hizmet kılıda Allah bizge nasip etsin. Onlardan razılığını alıda, batasını alıda Allah bizge nasip etsin. Sebebi şokolad kompotpen bağıb atқан bala var. Eşkim әкесін, шешесін күніге azanda meymanlıkka aparıp әкелелмейді. Eşkim әкелелмейді. Ол хақ нәрсе. Бірақ күніге балаңды бақшаға апарасың, машинаға мінгізіп алып. Күніге. Ол да сенің әке шешең еді адам. Bir жерге meymanlıkka апарсаң ауыр келеді. Bir рет бара берем бе дейсің. Бірақ ол да сені осыншалық қызмет қылып, осы дәрежеге жеткізіп еді. Sol ata-ananın qadrini bileyik ağay. Ata-ananın qadri қазіргі vaqtda biz ko'p aytamiz, nelikten ata-ananın qadri qalmay жатыр. Men ko'p namazxon jigitlerni ko'rib, ko'p renjidim, ko'p xafa bo'ldim. Meylani alqash renjisi meyli ekan, biroq ne bir namazxon jigitlar aka sheshasini renjitib, xafa qilib, kimde kim aka şeşesin renjitetin bolsa, onun namaz emas. Orazası emas. Qilgan sadaqati bekir. Qilgan qajılığı da bekir. Sebebi ata-ana razı, Allah razı.